Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен 8-ші сабақ и қысқа и әріптерінің жазылуы тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, алдымен 29-ші жаттығуға қараймыз. 29-ші жаттығу суретке қарап, өлеңде не туралы айтыладығын болжап көр. Мен тиынмын, қысқа жылы киіндім, қоймам толы жаңғаққа, іші жылы үйімнің. Балалар, суретте тиын, бұл өлеңде тиын туралы айтылған екен. Өлеңнің авторы Нұрқан Жанаев. Балалар, өлең мазмұны бойынша қойылған сұрақтарды жалғастырып көріңдер. Өлең не туралы айтылған? Тиын туралы айтылған. Келесі, тиын қыста қалай киінеді? Дұрыс айтасыңдар, жылы киінеді екен, балалар. Тиын немен қоректенеді, балалар? Тиын жаңғақпен қоректенеді екен. Келесі, тиын қайда өмір сүреді? Дұрыс айтасыңдар, жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, балалар, мына тиынды сипаттап жазып көріңдер. Тиын қандай? Құйрығы ұзын, тағы қандай болып келеді? Кішкентай болады, жақсы. Келесі, сары болады екен, түсі. Келесі, өте жылдам қимылдайды екен, жылдам болады екен. Жақсы, балалар. Балалар, өлеңнен қысқа дыбыстары бар сөздерді тауып, олардың қалай айтылатынын байқа. Тиын сөзінде дыбысы бар, балалар. Қалай айтылып тұр? Жуан айтылып тұр ма, әлде жіңішке ме? Жіңішке. Киіндім деген сөзде ше? Жіңішке айтылып тұр. Ал үйім деген сөзде жіңішке айтылып тұр. Бұл сөздердің бәрінде дыбысы бар. Ал қоймам деген сөзде қысқа дыбысы бар екен. Қоймам деген сөз ол жуан айтылып тұр екен. Жақсы, балалар. Балалар, дауысты дыбыс, ал қысқа дауыссыз дыбыс. Әрпі сөз басында және дауыссыздан соң жазылады. Жиек, би, ит, иса. Ал қысқа әрпі дауыссыдан кейін жазылады. Мойын, мейіз, ай, қайыс. Жақсы, балалар. Енді, балалар, келесі жаттығуға қарайық. 30-шы жаттығу. Суреттерге қарап, балалардың не істеп жатқандығы туралы әңгімеле. Балалар, бірінші суреттен нені көріп тұрмыз? Қызының анасына гүл сыйлап тұр екен, Назгүл анасына гүл сыйлады. Келесі суретте Арман айдың суретін әдемі етіп салды. Балаларға қатты Арманның суреті ұнады. Келесі, Айдос аяқ киімін тазалады. Ол аяқ киім тазалағанды ұнатады. Балалар, келесі 31-ші жаттығуға қарайық, сөйлемді аяқтап жаз. Анама гүл беремін, яғни көп нүктенің орнына сөздерді қойып жазуымыз керек. Келесі, айдың суретін салдым. Өзімнің аяқ киімімді тазаладым. Балалар, дыбысының алдында естілгенімен олар жазылмайды. Мысалы, киім, қиын, жиын деген сөздерде. Жақсы, олай болса, келесі жаттығуға қарайық. 32-ші жаттығу сөздердің қатесін тауып, түзетіп жаз. Тақия, киім, әшекей, көйлек, жейде, сақина. Жақсы, балалар. Балалар, енді келесі жаттығуға қарайық. 33-ші жаттығу ерекше сыйлық тақырыбында тірек сөздерді пайдаланып әңгіме құра. Бізде тірек сөздер сыйлық, таңдау, кітап, сыйлау, айдын, қуану деген сөз. Тақырыбы ерекше сыйлық. Ертең менің досым Айдынның туған күні. Туған күнге ерекше сыйлық алуға дүкенге бардым. Дүкеннен қызықты ертегі кітабын таңдадым. Туған күнде кітапты Айдынға сыйладым. Ол қуанды. Жақсы, балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылуды ұмытпаймыз, лайк басуды ұмытпаймыз. Сау болыңдар, балалар.